Ей, жігіт, қорқақ емес болсаң бері шық. Біз сені аздап тәрбиелейік. Көзін көгертіп. Ал өз еркіңмен келмесең, күшпен алып шығамыз. Ақ қозы көрпеш, жасырынғаннан пайда жоқ. Сенің осында екеніңді білем. Қорқып қалғансың ба? Сенің әлгі батырлығың қайда? Ол қашып кетті. Қазір анасына барып жылап жатқан шығар. Қодар менің қалыңдығымды алып кетті деп. Жоға, ол баяның етегінде жасырынып отыр. Өзім алып шыққаннан басқа амал қалмады. Бұл Қодар ғой. Достарын ертіп кетті. Олар өте көп. Бәріне шаман келмейді. Түгі де қорқынышты емес. Уайымдама, Баян сұлу. Мен талай рет ондаған үй жылқыларын жуасытқанмын. Мына сотқарларды да жуасыту қиын болмас. Міне өзі де шықты. Ұстаңдар, басынан таяқпен ұрыңдар. Қане, киімін шешіп, ақылы кіргенше далада біраз қолайық. О, жігіттер, байқаймын, жақсылап саймандарыңды сайлап тұр екенсіңдер. Жай айтқанға көне қаймайтын сияқтысыңдар. Не, қорқып қалдың ба? Енді бізден аяушылықты сұраймын деп педің. Жоқ, керісінше, мен сендерді тыныштандыруым керек болыпты. Мен сендерге. Ей, мен түсінбей қалдым. Біз оны ұрамыз ба? Жоқ, ол бізді ұрама. Дәл солай. Біз емес, ол бізді ұрады. Қашайық мына жерден. Болды, бәрі бітті. Баян сұлу мұнаның ашуын басшы. Әйтпесе ол бәріміздің быт-шытымызды шығарады. Ал бәлем, сыбағаңды алдың ба, Қодар? Енді сен өзің менің етегіме тығылуға дайынсың. Болды дедім ғой, тиіспе маған. Кеттім. Көмектесіңдер. Айттым ғой саған, қорқатын дәнеңесі жоқ деп. Әлін білмеген әлек болат деген осы. Әпсебай сенің нағыз батыр екендігіңді айтып ед. Енді оған көзім жетті. Ханым, бәле келді. Бәле. Қозы көрпеш менің Баян сұлуымды алып кетпекші. Ол достарымды ұрып, ал мені өлтіре жаздады. Не істесем екен? Сіздердің әулеттеріңіз өсіп өркендеу үшін қаншама күшімді сарп еттім. Ешкім судан зардап шекпесін деп, жазық далада 100 құдық қаздым. Осының бәрінің есесіне сіз мені алдап, қызыңызды бермей қоймайтын шығарсыз. Сабыр сақта, Қодар. Ер жігіттігің қайда? Қандай жағдай болмасын, мен өз сөзімде тұрам. Ауыл адамдарын жина, айтатын сөзім бар екенін хабарла. Бұл сайық-мазақты бірігіп жеңеміз. Ауылымыздан қуылатым болады. Менің қызым ешқашан қозы көрпешке тимейді.
ағайын туыс жырағат. 15 жыл бойы Сарыбайдың орнында сендерге бас көз боп, айтқан өтініштеріңді орындап, қастарыңда бола білдім. Сендердің амандықтарың үшін алған жауапкершілікті еш мүдірмей орындадым. Енді баршаңыздан көмек сұрайтын кез маған да келді. Қасірет төнді басыма. Ешкімнің күші жетпейтін алпауыт батыр келді аулымызға. Ол жалғыз қызым Баян Сұлуды алып кетем деп жатыр. Ал оның күйеу жігіті Қодар ғой. Барлықтарын қаруланып, мүмкіндіктеріңше сол дұшпанды қуып жіберіңдер. Бірақ Баян Сұлу қозы көрпешке өз еркімен үйленгісі келеді деп естідік қой. Оған ешкім шек келтіре алмайды. Баян ақымақ қыз. Қозы көрпеш оның басын әбден айналдырып алған. Мен оның анасымын. Қызымның бақыты кім болатынын жақсы білем. Егер сендер көмектеспесеңдер, өзім қолыма қару алып, қызымның тағдырын құртқысы келген зұлыммен соғсам. Түсіндің ме мені? Біз не істейміз? Қалай көмектесем? Міне, енді ғана нағыз туыстарымның даусын естідім. Менің үндеуіме құлақ салдыңдар. Олай болса, қайдағы бір сайқымазақтардың басымызды айналдырып, қыздарымызды алып кетуіне жол бермейік. Әрине жол бермейміз. Қорықпа, әпке. Біз сені қорғаймыз. Қазір оған көрсетейік. Қайда өзі? Оған бәріміз бірге барып, заң алдында жауап алайық. Оның мұнда келіп, қызымыз Баян Сұлуды алып кетуге құқысы жоқ. Сенің қызыңды бөтен біреуге беріп қойып отырмаспыз. Дұрыс! Қане, о халайық, жүріңдер! Жүріңдер! Қолдарыңа қару алыңдар! Жүріңдер бәрің! Өзің қайда жүресің? Көрсетіңдерші көзіме! Әкетіңдер оны ауылдан! Көкшімін үймелетейін! Әбсебай қарттың айтқаны рас екен-ау. Біздің тарихымыз жалғасып жатыр. Қатыгез рухтар әлі де екеуміздің қосылуымызға кедергі болып, бәрін басқарып келеді. Енді не істейміз, қозы көрпеш? Менің бүкіл тұқым жұрағатым саған қарсы. Олар сені іздеп келе жатыр. Қобалжыма, Баян Сұлу. Мен ешкімге жамандық жасаған жоқпын ғой. Неге олар маған қарсы? Олар екеумізді мәңгілікке айыру үшін күш біріктірді. Ал мен оған көнгім келмейді. Бұл зұлымдық. Олардың жеңісіне қарап тұра алмаймын. Сондықтан күресуім керек, Баян Сұлу. Бірақ қалай? Бүкіл туысқаным саған қарсы шығып жатыр. Олар жау емес қой. Менің ағаларым, әпкелерім, іні-сіңлілерім. Тек зұлым рухтың кесірінен көздерін шел басып. Саған, бізге қарсыласып жатқандығы болмаса, олар менің туыс-туғандарым ғой. Бірақ екеуміз бір-бірімізге ғашықпыз ғой. Қалай болғанда да махаббатымызды қорғаймын, Баян Сұлу. Ашу дұшпан, ақыл, дос деген. Ақылға келіп, амалын ойластыруымыз керек. Ашуға булығып, сен біреуін жарақаттап алсаң, не болады? Немесе ашу үстінде олар сені өлтіріп тастаса ше, онда менің күнім не болмақ? Сенсіз өмірдің мәні жоқ. Бұл кекілжіңнің ушығуы тек зұлым рухтарға ғана жағады. Менімен бірге кеттік. Сені өз үйіме алып кетемін. Онда екеумізді ешкім де айыра алмайды, ғашығым. Қуана кетерем, бірақ тым кеш. Олар бізді қуып жетеді. Сонда бәрібір төбелесуден басқа амал қалмайды. Өтінем сені, жалғыз кет. Жырадағы үлкен тастың қасында мені күт. Бұлар тынышталған кезде мен саған келем.
Жарайды, сүйіктім. Менің баян сұлуым. Сенің жылағаныңды қаламаймын, сондықтан айтқаның болсын. Сен келгенше сол тастың қасында тағатсыздана күтемін. Тіпті өмірімнің соңына шейін күтемін сені, баян сұлу.